Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге өте дәмді куриный пирогтың, яғни етті бәліштің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен електен өткізілген ұнымызға жұмыртқа, қант, тұз және дрожжымызды салып, үстіне сүт және сұйық майымызды құйып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін описанияға жазып кететін боламын. Қамырды илеп болғаннан кейін 1 сағат немесе жарты сағат көлемінде бетін жауып жылы жерге қалдырамыз. Ол уақытта 3-4 картошканы суға әбден қайнатамыз. Келесі кезекте табамызға май құйып, үстіне пияз және тауық еттерін араластырып қуырамыз. Және үстіне дәміне қарай тұз, бұрыш, паприкамызды қосамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Одан кейін ортасына сары майды салып, және үстіне 1-1,5 ас қасықпен ұн саламыз да осыны жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне кішкене мөлшерде сүт құямыз. Соңғы этап бізде картошка. Қайнатылған картошкаларымызды бірнеше бөліктерге бөліп, турап, осы етімізбен араластырамыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны жақсылап үлкен қылып жаямыз. Және табамызды мен сары маймен майладым. Жайылған қамырымызды осының үстіне саламыз. Келесі кезекте осы қамырымыздың бетіне начинкаларымызды салатын боламыз. Жақсылап бірдей мөлшерде барлығын салып тегістейміз. Одан кейін қалған қамырларымызды бір-біріне біріктіріп, бетін жабамыз. Ортасын әдейі ашық қылып қалдырдым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіреміз. Пісуіне 5 минут қалған кезде бетіне сырларымызды себеміз. Тағы 5 минутқа қалдырамыз. Осымен біздің етті пирогымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шықты. Назарларыңызға рахмет.